Мен мойындайыншы бүгін менің ішкі состояниемда үлкен бір кризис болып жатқан сияқты. Мүмкін бұл бір этаптан екінші этапқа өту шығар, мүмкін орта жастың кризисі болар. Бірақ бүгін Сайдмурод Давлаттың кітабын оқып отырып, тура төртінші мышлениядағы айырмашылық менің өміріммен тұспа тұс келіп тұрғанын түсіндім. Енді ол қалай десең, оказывается, байлардың ауруы болады екен. Сөйтіп айтады екен, енді мындай күлкілі қылып. Оказывается, адам белгілі бір дәрежеге жеткен кезде өзі қалаған нәрсесін, үйі, машинасы, ол әркімде әртүрлі, иә. Бір орныққан кезде біз ойлаймыз, мен бұрын өзім лично солай ойлайтын. Ертең мен осының бәріне жетіп аламын да, сосын аяғымды көтеріп жатамын деп, балаларыма қарап деп. На самом деле, Аллах бізді олай жату үшін жаратпаған. Когда сен намерениең сондай болған кезде, апатия состояниясы келеді екен, көңіл күй состояние өте бұзылады. Тем не менее сенің ішіңде 50% амбиция бар да, который ұрып тұрған. И бір жағың былай айтады, бір жағың былай айтады, іште қақтығыс, бір қиналыс сезімдері болады ше. Енді кітапта былай айтады бүгін. Кедейлер дейді, қорқыныш категориясынан ойланады, ал байлар махаббат категориясынан ойланады дейді. Мысалы, кедейлер жаңағы үйін бәрін алып алғаннан кейін соған жабысып отырады. Қолына артық ақша түсе бастаса, лучше тез жаратылып кетпей жатып бір нәрсе алып қою керек деп ойлайды дейді. Оған бірақ, мысалы, давай мынаған инвестировать етейік, мынандай идея бар деп айтсаң, белгісіздік қой ол жерде. Так, бұл жерден ақша шығуы да мүмкін, шықпауы да мүмкін. Мен оны істемей-ақ қояйын деп қорқады екен да, ешқандай рискқа бармай солай жүре береді. Бірақ сол адам аяқ асты бір ситуация болып қалса, ДТП-ға түсіп қалса, онда ол сол ақшаны аяқ асты тауып бере алады. Значит, ол қорқынышқа келгенде ақша таба алады деген сөз. Немесе қорыққандықтан ақша жұмсамайды. Ал байлар керісінше, мысалы, алдында қорқыныш болса, бола тұра рисковать етеді, әрекет жасайды. Вот, осы жерде өзіме келеді деген момент, мен былай ойладым да, когда сен уже бір оборот, бір дәрежеге жетіп істей берген кезде, бір орында тұрсаң, кішкене қызық емес состояние басталады. Хочется больше. Но сен жаңа нәрселер істеп көресің, сол қайтадан оборот болса, тағы да сен вдохновение бермейді іштей. Былай айтқанда, шүкір ет деп айтады ғой. Шүкір ету күшті, әрине, өте тақуа адамдар, оған ешнәрсе жоқ болса да жететін шығар. Бірақ белгілі бір моментте сондай өскің келеді ше. Немесе ол құлдырап барып қайтадан өскен кезде пайда болатын сезім. Енді не айтып жатыр едім? Өзіме қатысты айтатын болсам, былай да, менде сол этап қазір. Бір оборот, бір патологымды жара алмай жүрмін ше. Бір нәрсе, қалаған бәрі бар, но кішкене қуаныш, эмоция сезімдері аздау. Соны көбейткім келеді, мен оны өтірік істей алмаймын ше. Сол үлкен масштабтарға қарай ары қарай әрекет жасау үшін рисковать етейік деп үйді сатылымға шығарғанымыз сондықтан. Сатып, лучше ары қарай более жаңа нәрсе, более масштабны солай әрекет ету деген ниет болған. Мен ол дүниеге байланып қалмай, лучше былай ары қарай дамыту ойымда болған. Бір жағынан кішкене байлар сияқты ойланады екенмін. Мұрат Давлатовтың айтады, 100 жылдан кейін сенің үйіңде кім тұратынын сен білмейсің, 2 жылдан кейін сенің үйіңде кім тұратынын білмейсің. Уже былай айтқанда, мы живем в этой жизни в аренде дейді да. Шынымен ғой, біз қазір өліп талып, кейбіреулер өмір бойы жұмыс істеп сол үйді алып қайтыс болып кетеді да. Ал на самом деле сен уже жердің астында болған кезде ол үйдің саған ешқандай пайдасы да жоқ ше. На самом деле бұл өмірдің, мне кажется, маңыздылығы, құндылығы адамдарға пайдалы болып кету ше. Вот осы жерде екінші мысль шығады. Жақында Абдрашидтің подкастын тыңдаған кезде де сондай нәрсені айтады да. Ары қарай қызық болу үшін, ары қарай даму үшін, жүру үшін андай адамда миссия болу керек. Миссия деген сөз, сен өмірің соңына дейін жететін пәленбай миллион адамға мынандай нәрсе істеп пайдалы болу. Ол білім беру или өзің жаңа жасап жатқан кәсібіңмен пайдалы болу деген сияқты. Реально ниетті сондайға ауыстыру керек екен. Ал уже андай материалды дүниелер более қызықтырмайды. Бір уақытша ғана қуаныш сезімін береді, бірақ ондай сезім бермейді. Сондықтан осы миссия этабына өту жолындамын деп айтайыншы. Мен бұл жолда обучениялар өткізіп көрдім. Маған өте қатты ұнады, адамдардан да отклик күшті болды. Одан кейін қазір Қытайға қайта келіп жатқанымда сол. Жаңа нәрсе жасап, іздеп көріп жүрмін, өзімді әртүрлі сферада тестировать етіп жатырмын. Бір шетінен өзіме риза болатыным,
тоқтап қалмай жатқанымда. Өйткені ощущение бар іштей, андай жабылып қалу, білмеймін, просто так жить деген сияқты ойлар келеді да. Бірақ соған қарамастан жасап жатырмын. Кітапта әлемдегі бай адамдарды мысалға келтіреді. Мысалы Генри Форд өзі кішкентай жасынан бастап автомеханик болған, күшті машинаны ойлап тапты, иә. И оған одан да байлар келіп ұсынады: компанияңды осындай қанша ақша сұрайсың, соған сатшы деп. Бірақ ол сатпайды, өйткені ол айтады: егер мен саған бұны сататын болсам, менде ақша болады, бірақ менде махаббат, жаңағы жұмысым болмайды дейді да. И осы жерден шығатын нәрсе: байлардың ешқайсысы да ақша үшін жұмыс істемейді. Ради идей, ради любви работает, чтобы өзінің ісін ары қарай махаббатпен дамыту үшін. И бұл жерде уже мен ешкімге ақыл айтып отқан жоқпын, просто мое состояние. И өзіңізге келіп жатса, тоже ойланып көріңіз. Пища для размышления дейді ғой.